Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, құрметті әріптестер, барлықтарыңызды халықаралық музейлер күнімен құттықтаймын. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік орталық музейінің Музей түні 2020 ерекше оқиғалар хроникасы шарасының аясындағы бір заттың тарихы айдарында қазақтың жазба әдебиетінің негізін салушы, қазақ әдеби тілінің негізін салушы, қазақтың бас ақыны, аудармашы, композитор, биылғы жылы туғанына 175 жыл толып отырған Абай Құнанбайұлының жары Ділда Алшынбайқызының домбырасын ұсынамыз. Ділда Алшынбайқызы Құнанбай Өскенбайұлы мен Алшынбай Тіленшіұлының құда жекжат болуға уағдаласып, 1860 жылы 15 жасар Абайға қосқан жары, екеуі де текті ұрпақ, асылдың сынығы. Орталық музей қорындағы Хакім Абайдың жары Ділданың қос шепті 9 пернелі қалақ домбырасы мәлімет қалдырушының айтуынша 1882 жылы бүтін ағаштан шабылып жасалған. Шанағы алмұрт тәрізді, пішінде етіп ойылып, қақпағы жалпақ жұқа ағаштан кесіліп салынған. Шанағы өндіршек және пернесі алақанымен қосыла қазақы өрнектермен безендіріліп, ойымышталған сүйек тілімдерімен қапталған. Шанақтың артқы бетіне 3 тор көз өрнегі салынған. Шанағының екі жаны ойымышталып, қызыл түсті барқытпен қапталған және бетіне сыңар мүйіз өрнектері сүйекпен қондырылған. Аталмыш мемориалды домбыраны музейдің қорына Абайдың туған інісі, Ысқақтың немересі Сайда Әрхамқызы Ысқақова 1978 жылы музей қорына тапсырған. Қазіргі таңда орталық музейдің тарихи этнография залындағы бірегей құнды экспонаттардың бірі.